14-15 ғасырлардағы Қазақстанның материалдық мәдениеті. Балалар, бүгінгі сабақта 14-15 ғасырлардағы Қазақстанның материалдық мәдениетімен танысып, сол кездегі көркем туындылар туралы мағлұмат аласыздар. Моңғол шапқыншылығы Қазақстандағы қала мәдениетінің құлдырауына әкеліп соқтырды. 13-15 ғасырларда Іле алқабындағы қала мәдениеті бір жола құрып бітеді. Қиялық, Талхиз, Баласағұн, Екі Оғыз кейіннен Іле алқабының маңызды саяси және экономикалық орталығы Алмалық өз маңызын жоғалтты. 1253 жылы Іле алқабы арқылы жүріп өткен Вильгельм Рубрук бұрын онда көп қала болған, бірақ олардың көпшілігін өз малын бағуға мүмкіндік болу үшін татарлар қиратқан, өйткені онда өте жақсы жайылымдар болатын деп жазды. Екінші жағынан, шамадан тыс алым-салықтар, алуан түрлі міндеткерліктер де отырықшы халықты әбден күйзелтті. Дегенмен, халықаралық сауда жолдары жұмысын бір жола тоқтатқан жоқ. Батыс саяхатшылары Плано Карпини, Вильгельм Рубрук тағы да басқалардың саяхаттары осы кезеңде болған. Ұлы жібек жолында жүргіншілер көп болды. Европалықтардың шығыс елдеріне 14 ғасырдың соңғы сауда миссионерлік сапарлары Джованни Маринолоның 15 жылға созылған 1338-1353 жылдар саяхаты болды. 1370 жылға қарай трансазиялық жолдың бүкіл жүйесі толық бұзылды. Ақсақ темірдің Еділ бойына, Қырымға, Жетісуға, ойранды жорықтары халықаралық сауданы бір жола тоқтатып тынды. Жетісу халықаралық керуен жолдарының тізбегінен шығып қалды. Енді жібек, сәнді заттар Қытай мен Орта Азиядан батысқа Үргеніш пен Хорезм арқылы жететін болды. Қазақстанның оңтүстігінде Сырдария өзені аңғарында, Қаратаудың теріскей және күнгей беткейлерінде, Талас жотасының етегінде басқаша жағдай қалыптасты. Мұнда моңғол шапқыншылығы кезінде қирап бүлінген қала өмірі қайта жанданып, қалпына келе бастады. Отырар, Сығанақ, Жент қалалары қайта өрлей бастады. 13 ғасырдың екінші жартысы, 14 ғасырдың бірінші жартысында қалалық тұрғын үйдің жаңа үлгілері пайда болды. Үйлер көп бөлікті болып келеді. Моңғол шапқыншылығынан кейінгі күйзеліске қарамастан, кейіннен қайта жанданған қалаларда сәулет өнері жоғары деңгейге жетті. 14-15 ғасырларда сәулет өнерінің керемет туындылары бірнеше кесенелер салынды. Олардың қатарында Арыстан баб кесенесі, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Көк кесене, Алашахан кесенесі, Дәуітбек, Тектұрмас кесенелері бар. Түркістан қаласындағы Ахмет Яссауи ғимараты орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Ол 12 ғасырда өмір сүрген, бүкіл шығысқа аты әйгілі көне түркі ақыны, софизмді уағыздаушы Ахмет Яссауидің яссыдан шыққан деген мағынада бейітінің басына орнатылған. 13 ғасырдың екінші жартысынан бастап Сырдария бойындағы қалаларда кірпіш күйдіру кәсібі дами бастады. Кірпіш күйдіретін шеберхана Отырардың оңтүстік шетінен табылған. Оның орталығы кірпіш күйдіретін пеш болғанда, оның төңірегінде тұрған үйлер мен өндіріс орындары болған.